Құрметті ұстаздар мен оқушылар, біз 2-ші Ә сыныбында дауыссыз К мен Г тақырыбындағы оқушылардың жазба жұмыстары туралы айтқым келіп тұр. Әдемі жазуды меңгерудің әр адамға маңызы өте зор. Әдемі жазу бұл мәдениеттің белгісі, әрі сол жазуды оқитын адамға көзқарасы, құрметі. Көркем жазудың мақсаты дұрыс, анық және тез жазуды қалыптастыру. Әдемі жазу ол өнер, таза, анық әдемі жазу оқу да жеңіл. Ондай жазумен берілген ойды түсіну де оңай. Әріп таңбаларын әдемі көркем етіп салуға жаттықтыру мақсатында жүргізілетін жаттығулардың оқушы бойында жақсы қасиеттердің қалыптасуына ықпалы бар. Әдемі, анық жазуға үйрету арқылы мұғалім оқушыны еңбексүйгіштікке, ұқыптылыққа, әдемілікке тәрбиелейді. Оқушыларды сауатты жазуға үйретуде түрлі жазба жұмыстардың, жаттығулар, сөйлемдер, мазмұндама, шығарма, диктанттардың пайдасы зор. Құрметті ұстаздар, оқушыларымыз сауатсыз болмасын десек, жазу дағдысын, көркем үлгі деңгейін көтерейік. Оқушының жазу мәнерін әдемі болып қалыптасуына бастауыш сынып мұғалімдері жауаптымыз.